Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз қазақтың ұлттық тағамы өрме төсті дайындаудан шеберлік сыныбы мен Алия Батырбек қызы және Әсел Сағындық қызымен бірге дайындаймыз. Армысыздар ағайын. Алия, бір еттің өзінен ғана 20-дан астам тағам түрлері дайындалады. Қазақ халқымыздың болашақ ұрпаққа үйретер ас мәзірі көп. Әрине, қазіргі уақытта назардан тыс қалған, тіптен ұмыт болып бара жатқан қазақ халқымыздың ұлттық тағамдарын жаңғыртудың арқасында біз өзіміздің тарихы мен мәдениетімізді жандандырады екенбіз. Әрине, Алия, ал енді бүгінгі шеберлік сыныбымызда біздің қазақтың ұлттық тағамы өрме төстігімізді бастайық. Бізге ол үшін қажет қойдың төс еті, бүйені, аш шегі, яғни дәмдеуіштер көк пияз, сарымсақ, тұз және әртүрлі дәмдеуіштер қажет бізге. Қалауымызша әртүрлі дәмдеуіштерді қоссақ болады ғой? Әрине болады. Әркімнің өзінің қалауынша дәмдеуіштерді қосуға болады. Ал олай болса іске сәт, бүгінгі кереметтей тағамымызды, өрме төстігімізді бастайық. Ал бисмилля деп бірінші етімізді алып майдалап тілімдерге тілеміз. Себебі біздің тұзымыз, дәмдеуіштеріміз әдемі сіңу үшін, біздің өрме төстігіміз дәмді болу үшін майда тілімдерді жасап аламыз. Тілімдерді жасап болғаннан кейін біз әдемілеп тұздаймыз. Тұздау барысында екі бетінде, төс етіміздің екі бетінде тұздаймыз. Ал Әсел төс етті дайындағанша, осы өрме төсті біздің ата-бабаларымыз кезінде әсемдікке құмарлығын осы тағамнан білуге байқауға болады. Өрме төстікті және Әсел таныстырып кеткендей, ас шекті қай кезде қолданамыз? Қойдың ащы шегін осы біз өрме төстікті әсемдеу үшін пайдаланады екен. Сондықтан да осы Әсел төсті дайындағанша мен аш шекті өруді бастайын. Ал енді кезекте біз тұздап болды. Тұздағаннан кейін сарымсақты үккіштен өткізіп, төс етімізге әдемілеп жағамыз. Осындай кереметтей ас шектен осындай дүние шығады деп біздің қазіргі жас ұрпақ осындай нәрселерді біле бермейді екенбіз. Осы ас шектің алуан түрлі өру тәсілдері бар екен. Қарап жатсақ тарихымызды. Енді біз сарымсағымызды төсімізге әдемелеп жағып болдық. Енді келесіде біз дәмдеуіштермен, оны тағы да дәмдей түсеміз. Бұл дәмдеуіштердің өзі де асқа әдемі дәм береді. Біздің төс етіміз дайын болды. Енді біз оған ортасына, одан да төс етіміздің дәмі жақсырақ кіру үшін, дәмді болу үшін біз көк пиязды саламыз. Сонымен қатар Әсел айта кететін жағдай, асханада қандай болсын тағамды қалауымызша осы төс еттің ішіне салсақ болады екен. Әрбір тағамдарды әртүрлі, мысалы үшін де қызанақ қосуымызға да болады. Қызанақ қосып, әркімнің өз қалауы бойынша. Міне, әсемдік үшін ас шегіміз дайын. Алия, біздің төсіміз дайын орауға. Жетеді ме қызанақ? Қызанақ бой жетеді. Енді осы төсімізді әдемелеп орайық. Жақсылап, бүйенімізге сиятындай етіп. Біздің төсімізге оралған дәмдеуіштеріміз, қызанағымыз, көк пиязымыз орама өзінің қалпын сақтап тұру үшін
міндетті түрде бүйенге салу қажетпіз. Бүйеннің де бір құпиясын айтып кететін болсам, бүйенді тазалаудың да өзінің бір жолы бар. Яғни бүйенді тазалап болғаннан кейін 2-3 сағатқа айранға салып қойсақ, айранның құрамындағы сары су бүйенді мынандай етіп сіздерге әппақ тап-таза қылып береді. Өрме төстігіміздің ішіне төсімізді салып болып қалдық бүйенімізге. Бүйенімізге салып болғаннан кейін әдемелеп, яғни ішінен шығып кетпеу үшін жіппен байлаймыз. Бірақ тамда қатты тығыздамау керек, бүйенге салған кезде ол бос болу керек, жарылып кетпеу үшін. Алия, енді бүйеніміздің шетін мықтап байлайық. Біздің төсіміз осы байлап болғаннан кейін шаншқымен жаншып қайнау барысында тура қазы сияқты мысалы жарылып кетпес үшін бір-екі жерінен, яғни шаншып түйреп қояйық. Енді біздің алған аш жегімізбен, яғни осы төсімізді әдемелеп әрлейміз, әсемдейік. Ал Алия, енді өрме төстігіміз дайын болды. Дайын болғаннан кейін 1,5-2 сағатқа қайнатуға қазанға саламыз. Бір жарым сағатқа қайнауға қалдырамыз. 1,5 сағаттан кейін біздің төстігіміз дайын болады. Алия, бүгін міне біздің дайындаған өрме төсіміз дайын болды. Қарашы, қандай өте тамаша шықты біздің өрме төсіміз. Сенің өрген шектерің өте керемет болды. Қазақ халқы өте қонақжай халық болғандықтан, осындай әсемдеп, әдемі кәде ретінде ұсынсақ та болады. Қазақтың ұлттық асханасын кеңінен дәріптейік. Қазақ ұлттық асханасының ұмытылып бара жатқан тағам түрлерін дайындау технологиясы аясында технологиялық факультеттің тамақ өнімдері мен қайта өңдеу өндірісі технологиясы және биотехнология кафедрасының ұйымдастыруымен өрме төс тағамын дайындау бойынша шеберлік сыныбымыздың негізгі мақсаты ұмытылып бара жатқан ұлттық тағамдарымызды жаңғыртып, тәрбиелік және адамгершілік құндылығы жоғары ғұрып пен дәстүрімізді болашақ ұрпаққа жеткізу. Алия, мінекей, ұлттық асымыз өрме төс дайындаудан шеберлік сыныбымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.